Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде биология сабағы 7-ші сынып. Бөлім координация және реттелу. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүйке жүйесінің орталық және шеткі бөлімдері. Жұлын, ми, оның бөлімдері. Оқу мақсаты: орталық жүйке жүйесі бөлімдерінің құрылысы мен қызметін салыстыру. Бағалау критерийлері: орталық және шеткі жүйке жүйесін ажыратады. Құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты табады. Жұлынның құрылысы мен қызметін түсіндіреді. Ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметін сәйкестендіреді. Өзара байланысын көрсетеді. Оқушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Адам өзінің айналасындағы ортаны танып, денесіндегі мүшелердің және мүшелер жүйесінің бір қалыпты болуын қамтамасыз етеді. Сонда бұл үдеріс қалай басқарылады деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Әрине, бұл жүйке жүйесі. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда жүйке жүйесімен танысамыз. Жүйке жүйесі орналасу бойынша орталық жүйке жүйесі, шеткі жүйке жүйесі деп екіге бөлінеді. Орталық жүйке жүйесіне ми мен жұлын, шеткі жүйке жүйесіне жүйкелер мен жүйке түйіндері жатады. Жүйке жүйесі атқаратын қызметтері бойынша сомалық жүйке жүйесі, вегетативті жүйке жүйесі деп екіге бөлінеді. Сомалық жүйке жүйесі қаңқа бұлшық еттерінің жұмысын бақылай алады. Вегетативтік жүйке жүйесі ағзаны ішкі мүшелердің жұмысын реттей алады. Ал енді мидың құрылысына келетін болсақ, мидың құпия сырлары адамды ерте кезден бастап қызықтырған. Адам миы ақпаратты үлкен көлемін қабылдап, оны өңдеуге қабілетті мүше. Ми бас сүйек қуысында орналасқан. Адам миының орташа салмағы 1300-1400 грамм. Адам миы негізгі 3 бөлімнен тұрады. Ми діңі, сопақша ми, көпір, ортаңғы ми, аралық ми. Мишық және үлкен ми сарыларынан тұрады. Олардың барлығы бір-бірінен құрылысы мен қызметі бойынша ерекшеленеді. Ми бөлімдерінің қызметтері. Сопақша ми. Сопақша ми жұлынның жалғасы, сондықтан қызметтері ұқсас. Сопақша мида өткізгіштік және рефлексті қызмет атқарады. Сопақша мидың ұзындығы 2,5-3 сантиметр. Сопақша мидың сұрзатында қорғаныс, жүрек қан тамырлар, тыныс алу, ас қорыту орталықтары орналасқан. Сопақша ми көпірі арқылы қозуды ортаңғы ми, аралық ми және үлкен ми сыңарларына өткізеді. Ми көпірі сопақша миды ортаңғы мимен жалғастырады. Мишық сопақша ми мен ми көпірдің артқы жағында жатады. Мишық қаңқа бұлшық еттерінің үйлесімді жиырылуын реттейді. Әсіресе мойын, тұлға, аяқ, қол бұлшық еттерінің қозғалысын, дененің тепе-теңдігін сақтайды. Аралық ми ортаңғы мидың алдыңғы жағында жатады. Аралық ми зат алмасу, су мен тамақ ішу, дененің тұрақты температурасын сақтауды реттейді. Көру, дәм сезу, есту, тағы басқа рецепторлардан келетін қозу аралық ми арқылы алдыңғы мидың үлкен сыңарларынан қыртысына өтеді. Ортаңғы ми артқы ми мен аралық мидың арасында орналасқан. Теріде пигменттің түзілуін реттейді. Кенеттен шыққан дыбыс, жарық,
тітіркендіргіштерін тез бағдарлауды реттейді. Үлкен ми сыңарлары. Адамда үлкен ми сыңарлары басқа бөлімдерден әлде қайда жақсы дамыған. Үлкен ми сыңарлары оң жақ және сол жақ сыңарлардан тұрады. Әрбір ми сыңарлары сұр және ағзаттан құралады. Сыртындағы сұр заты ми қыртысын түзеді. Ми қыртысында 14-18 миллиардқа дейін нейрондар болады. Үлкен ми сыңарларында сезімтал аймақтар орналасқан. Адамда оң және сол жақтағы ми сыңарларының қызметтері әртүрлі болады. Мысалы, оңқайлардың сол жақ ми сыңарларында, ал солақайлардың оң жақ ми сыңарларында сөйлеу, жазу орталықтары орналасқан. Дегенмен, ми біртұтас әрекет етеді. Үлкен ми сыңарларының бөлімдері маңдай, төбе, шүйде, самай бөліктерінің сенсорлық орталықтары қызметтері әртүрлі. Мысалы, самай бөлігі есту аймағы, шүйде бөлігінде көру аймағы, маңдай бөлігінде ойлау, мінез құлық, зейін орталығы, төбе бөлігінде тері бұлшықет сезімтал аймағы болып есептелінеді. Әртүрлі кезеңдерде ғалымдар адамның қабілеті мидың салмағына байланысты деп санаған. Бірақ олай болмай шықты. Мысалы, Тургеневтің миының салмағы 2012 грамм, ал Францтікі 1017 граммды құрады. Сонда олардың әрқайсысы адамзат тарихында өз орын алды. Сонда адамның қабілеті іс-әрекеттің қандай да бір түрін тиімді игерудің мүмкіндігі болып табылады. Адам қабілеті дамытпаса, бастапқы күйде қалып қоюы мүмкін. Мидан кейін орталық жүйке жүйесінің бірі жұлын. Жұлынның құрылысына келетін болсақ, жұлын омыртқа жотасының өзегінде орналасқан. Оның ұзындығы 42-45 см, диаметрі 1 см шамасында, салмағы 35-39 грамм. Жоғарғы шеті сопақша мимен жалғасады, төменгі шеті екінші артқа омыртқаға дейін созылып жатыр. Жұлынның дәл ортасында іші жұлын сұйықтығына толы болады. Жұлын ақ және сұр заттан тұрады. Жұлынның құрылысында ақ заты сыртында, сұр заты ішкі жағында орналасады. Жұлын 31 сегменттен тұрады. Жұлын екі түрлі қызмет атқарады: рефлекторлық және өткізгіштік. Рефлекторлық қызметі қол аяқтарды бүгу мен жазу, қолды тартып алу, дзе рефлексі сияқты қарапайым рефлекстердің іс әрекеттерін қамтамасыз етеді. Жүйке импульстері ішкі мүшелер тері рецепторларынан жұлыннан миға, мидан қозғалыс нейрондарға бағытталады. Бұл жұлынның өткізгішті қызметі. Жұлынның зақымдалуы адам өмірі үшін өте қауіпті. Оқушылар, енді біздер бүгінгі өткен сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларын орындайық. Бірінші тапсырма: орталық және шеткі жүйке жүйесін ажыратыңыздар. Құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты анықтаңыздар. Дұрыс айтасыңыздар, балалар. Орталық жүйке жүйесіне ми және жұлын, шеткі жүйке жүйесіне жүйке түйіндері және жүйке талшықтары. Енді құрылысы мен қызметі арасында байланысты анықтап көрейік. Орталық жүйке жүйесінің қызметі және шеткі жүйке жүйесінің қызметі. Орталық жүйке жүйесінің қызметі қозғалыс рефлекстері, аяқты, қолды бүгу және жазу. Дұрыс айтасыздар. Дене мүшелерінің жұмысын бақылау және басқару. Ал енді шеткі жүйке жүйесінің қызметі тері рецепторларының импульстері.
Екінші тапсырма. Ми бөлімдерінің қызметін сәйкестендіріңіздер. Өзара байланысын ауызша айтыңыздар. Ми бөлімдері. Бірінші сопақша ми, екінші ми көпірі, үшінші ортаңғы ми, төртінші аралық ми, бесінші мыйшық. Дұрыс айтасыздар, балалар. Бірінші сопақша ми өткізгіштік рефлекс қызмет атқарады. Екінші ми көпірі қозуды ортаңғы, аралық, үлкен ми сыңарларда өткізеді. Үшінші ортаңғы ми жарық, дыбысқа жылдам реакция көрсетуді қамтамасыз етеді. Төртінші аралық ми зат алмасу, дене температурасының тұрақты болуын реттейді. Бесінші мыйшық қимылды, тепе-теңдікті реттейді. Үшінші тапсырма. Орталық жүйке жүйесінің қызметін салыстырыңыздар. Сонымен ми мен жұлынның қызметін салыстырамыз. Ми. Бірінші. Адам миы ақпаратты үлкен көлемін қабылдап, оны өңдеуге қабілетті мүше. Екіншіден, адам миы негізі 3 бөлімнен тұрады. Ми діңі, мыйшық және үлкен ми сыңарлары. Осы бөліктердің қызметтері тікелей мидың қызметтері болып табылады. Үшіншіден, сана, ойлау, ес, еңбек, іс-әрекеттер тек қана адамға тән қасиет болып саналады. Енді жұлынға келетін болсақ, жұлын екі түрлі қызмет атқарады. Бірінші, рефлекс қызмет атқарады. Ол қол, аяқтарды бүгу және жазу, тартып алу рефлекстері. Екінші, жүйке импульстері. Тері рецепторларынан жұлыннан миға тағы басқа қозуды өткізеді. Сонымен балалар, ми мен жұлынның зақымдалуы адам өмірі үшін өте қауіпті екенін түсінген шығарсыздар. Сонымен балалар, орталық және шеткі жүйке жүйесі, жұлынның құрылысы мен қызметі, мидың бөлімдері, құрылысы және қызметі туралы түсіндік. Сонымен балалар, сіз бүгін нені білдіңіз? Сіз үшін не құнды болды? Қандай тапсырманы орындау қиынға соқты? Оқушылар, өз пікірлеріңізді айтуларыңызға болады. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.